Алланың көркем есімдері, қазақша мағынасы. Бірінші бөлім. Я Алла. Алла есімі барлық көркем есімдер мен илахи сипаттарды қамтитын ерекше есім. Ұлы жаратушы иеміздің осы есімі содан кейін келетін барлық есімдердің мағынасын қамтиды. Мысалы, ризықты беретін, арттыратын, жарататын, өліні тірілтетін, тіріні өлтіретін, ғаламды жоқтан бар етіп жаратқан жаратушы, күллі жаратылыстың жаратушысы, түрлі нұқсандықтардан мінсіз, күллі көркем есімдердің, ұлы және мәңгі сипаттардың иесі, барлық нәрсенің шынайы құдайы, тағда басқалары. Бұл есім ешбір тілге аударылмайды. Барлық тілде осылай қолданылу керек. Негізінде Құран бастан аяқ Алла есімін жан-жақты танытады. Құрандағы 114 сүре, яғни 6000-нан аса аяттың бәрі Алланы әртүрлі жақтан түсіндіреді. Құранды толық түсінгенде ғана Алла есімін толық тануға болады. Алла сөзі Құранда 2697 жерде кездеседі. Бұған есімдіктердің санын қосатын болсақ, 6000-дай болады. Алла сөзінің көпше түрі жоқ. Бұл есімді ауыспалы мағынада болса да, тұспалдап болса да, басқа біреуге телуге болмайды. Бүгінге дейін ешбір адам бұл есіммен аталмаған, аталу да дұрыс емес. Тіпті өзін жаратушымын деп атаған перғауынның өзі мен Алламын демеген. Мен сендердің ұлы Раббыларыңмын деген. Құран түскен уақытта меккеліктердің 360-тан асан пұты бар еді, бірақ ешбірінде де Алла деп атамаған. Олар да бұл есімнің тек Аллаға ғана тән екенін білетін еді. Алла есімімен дұға жасау. Пайғамбарымыз кей-кейде Алла есімімен дұға жасайтын. Алайда көбіне Аллахума немесе Я Рабби деп бастайтын. Хадис кітаптарының дұға және зікір бөлімдері Аллахума сөзімен басталатын дұғаларға толы. Құранда Аллахума деп басталатын 5 дұға бар. Араб тілші ғалымдары Аллахума сөзінің негізі Я Алла екенін айтады. Пайғамбарымыз қиналған кездерінде Алла есімімен былай дұға жасайтын. Алла, Алла, оған ештеңені ортақ етіп қоспаймын. Әзірет Әлиден риуаят етілген ұмытшақтыққа қарсы оқылатын дұғаны пайғамбарымыз Алла есімімен бастап былайша жалғастырған. Я Алла, Я Рахман, жалалың мен жамалыңның, ұлылық пен сұлулық нұрының құрмет үшін сенен кітабыңды маған үйреткенің сияқты есімде сақтауды және өзің разы болатындай етіп оқуымды нәсіп ете көр. Я Алла, Я Рахман, сенен кітабыңмен көзімді нұрландыруыңды, онымен тілімді дамытуыңды, онымен жан дүниемнен қайғы-мұңды алып тастауыңды, көңілімді көтеруіңді және тұла бойымды тазалауыңды сұраймын. Өйткені ақиқатын табуда тек сен ғана көмектесе аласың. Оны маған тек сен ғана бере аласың. Күш, қуат пен әрекет тек Алланың қалауымен ғана болады. Пайғамбарымыз бір күні мешітке келгенде, намазын бітіруге таяп, соңғы отырыста отырған кезде, сәлем берместен бұрын былай дұға жасаған бір адамды көрді. Аллахым, сенен сұраймын. Я Алла, сен тумаған, туылмаған, ешбір теңдесі болмаған ахатсың, бірсің, жалғызсың, саматсың, ештеңеге мұқтаж емессің. Сенен күнәларымды кешіруіңді сұраймын. Шүбәсіз сен ғафурсың, кешірімдісің, рахимсің, мейірімдісің. Сонда Расулалла саллаллаху алейхи уассалам бұл адам 3 рет кешірілді деп айтты. Алла есімінің қасиеті. Кімде-кім осы есімді күніне 1000 рет қайталаса, оның жүрегіндегі бүкіл күдік, шәк атаулы жойылады. Оның орнына Құдайға деген иманы кәміл, сенімі берік бола түседі. Жұма күні жұма намазынан бұрын 100 рет Я Алла деген адамның қалағаны орындалады. Алла тағаланың осы басты
есімнен көп қайталап дұға етудің түрлі дертке дауасы бар. Күніне «Я Алла» деп 66 мәрте қайталаған жанның түрлі тілек дұғасы қабыл болады.